Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамағат, қадірлі ағайын, міне өздеріңіз жақсы білесіздер, осы жыл басталғалы, Аллаға шүкір, тағы да бір жаңа бір жобаны бастадық. Бұл әр аптада бір хадис, бір аят жаттаңыз, үйреніңіз, біліңіз деген мақсатта. Соны сіздермен алдыңғы аптада басталған сіздерге ұсынған алғашқы аятымыз өздеріңіз білетіндей Исра сүресінің 24-ші аяты болатын. Бірінші соған тоқталып өтейік. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вахфид лахума джанаха зулли минар рахмати ва қур раббирхамхума кама раббаяни сағира. Садақаллахул азим. Бұл аяттың мағынасына тоқталатын болсақ, сіздермен тәпсір кітабын еске сала кетейік. Софат тәфәсир, имам Сабуни деген үлкен ғұлама ғалым өткен. Сол кісінің осы тәпсірлердің таңдаулысы деген кітабінен осы аяттың тәпсірін, түсіндірмесін сіздермен өтеміз. Вахфид لهما جناح الذل من الرحمة أي ألان جنا بك وتواضع لهما بتذلل والخضوع. Бұл жердегі мағынада дейді, ол екеуіне сондай бір кең бір мейіріммен қара деген мағына, бұл сондай бір кішіпейілділікпен, ол екеуінің алдында, яғни ата анаңның алдында сондай бір қор болған халіңде оларға сондай бір құрмет көрсет деген мағынада дейді. Мин фарты рахматика ва итфика алейхима. Сенің оларға деген бір сондай бір мейірімің және сондай бір жұмсақтығың олардың бойынан, сенің бойыңнан сондай нәрсе табылсын дейді. Әрі қарай вақур раббирхамхума кама раббаяни сағира. Бұл білесіздер, дұға. Бұл жердегі вақул деп айтып тұрғаны құл, сен айт дейді. Раббирхамхума, я Раббым, ол екеуіне мархамат ет. Кама раббаяни сағира, менің кішкентай күнімде маған олардың сондай бір мархамет еткеніндей. Әй удуу лахума минар рахмати вақул фи дааика. Яғни сен ол екеуіне сондай бір мейіріммен қарап, және былай деп өзіңнің дұғаңда олар үшін былай деп дұға тіле дейді. Яғни тілек тіле, Алладан сұра. Я Раббирхамхума, я Рабби, я Раббирхам, я Алла тағала, мейіріңе бөлей көр. Вәлидайя, менің ата-анамды бирахматика, өзіңнің рахметіңмен, және жай ғана рахметің емес, бирахматикал уасиата дейді, кең бір рахметіңмен ол екеуіне өзіңнің рахметіңді бөлей көр. Кама ахассана илайя фи тәрбиятихима халаты сығар. Мені кішкентай күнімде, мені тәрбиелегенінде маған сондай бір жұмсақтық танытып, хасанат көрсеткеніндей деп осылай дұға тілейміз дейді. Міне біздер құрметті қадірлі ағайын, сол сіздерге Исра сүресінің міне 24-ші аятының тәпсірін бітірдік. Енді Алла қаласа келесі Әл-Уафи фи шарх ал-арбаин науауия. Бұл Әл-Уафи деген кітап имам Науауидің таңдаулы 40 хадистер жинағының шархы, яғни түсіндірмесі болып табылады. Сіздермен бүгінгі тоқталатын хадисіміз ең бірінші ниетке байланысты хадис. Бұл көпшілік кітаптарда ең бірінші осы нәрсе келеді. Енді осы хадисті бірінші оқып шығайық. Ан амирил муъминина Аби Хафс Умар ибн Хаттаб радияллаху анху қала сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям яқулу. Мүминдердің әміршісі болған Умар ибн Хаттаб
одан Алла разы болсын, былай дейді. Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деп айтқанын естідім. Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имрин ма нава. Фаман канат хижратуху илаллахи ва расулихи фахижратуху илаллахи ва расулихи. Ва ман канат хижратуху лидунья юсибуха ау имратин янкихуха фахижратуху иля ма хаджара илайхи. Міне, хадистің толығы осылай. Енді мағынасына тоқталатын болсақ. Иннамал а'малу бинният. Әрбір амалдар ниетке байланысты деп басталады. Енді осы хадисті арабшасын оқыдық. Енді жалпы бұл хадистің маңызына айтады. Инна хазал хадиса минал ахадисил хаммати лати алейха мидарул ислам. Бұл исламдағы ең маңызды рөл атқарар маңызды нәрсені осы хадисте топтастырғандықтан, осы хадисте келгеннен кейін бұл өте маңызды хадистердің бірі. Фахуа аслун фиддин. Бұл діннің негізі. Ва алейхи тадуру ғалибу ахкамихи. Және осы нәрсені осы хадисте көптеген үкімдердің басым көпшілігін осы хадисте қамтып өтеді дейді. Яттадиху хаза мин каламил улама. Бұны осы айтқан сөзімізді ғұламалардың сөзімен де жалғасақ болады дейді. Қала Абу Дауд. Абу Дауд былай деген екен. Рахматуллахи васиа. Инна хазал хадиса иннамал а'малу бинният нисфул ислам. Қараңыздар. Бұл хадис дейді. Исламның жартысы осы хадисте дейді. Лианна дина имма захирун ва хуал амалу ау батинун ва хуа ния. Ал енді исламды біз былай деп алатын болсақ дейді. Ислам ол бір амал деп алатын болсақ, ол көзге көрінеді ғой дейді. Ау батин, егер біз исламды бір жасырын нәрсе деп алатын болсақ, ва хуа ниет, ол ниет дейді. Енді ары қарай хадистің мағынасына тоқталатын болатын болсақ, біздердегі хадистің мағынасы, яғни иннамал а'малу бинният, әрбір амалдар ниетке байланысты деп басталды, я. Соны ары қарай жалғасақ болады. Әрбір амалдар ниетке байланысты деп тоқталды. Ва иннама ликулли имрин ма нава. Әрбір адамның ниет еткен нәрсесіне ол адам жетеді дейді. Факанат хижратуху илаллахи. Қандай да бір жанның хижрет етуі, көшуі деп айтсақ болады. Алланың разылығы үшін, Алла және Алланың елшісінің разылығын қалаған болатын болса, оның көшкен, яғни оның хижреті Алланың және Алланың елшісі үшін болғандығы. Уәмән кәнәт хижратуху лидунья юсибуха. Ал егер кімде-кімнің көшуі осы дүниеге жеткісі келсе, немесе бір әйелге үйленгісі келетін болса, ол өзінің ниетіне осылайша жетті дейді. Яғни құрметті қадірлі жамағат, бұл жерден біздер түсінетініміз ең маңызды нәрсе ол адам баласының ниетіндегі нәрседе. Алланың разылығы үшін. Бұл енді өздеріңіз біліп тұрғандай, хижрет деп біз алғаш аталған уақыты, жалпы хижрет деп аталуы, бұл бірден бір мұсылмандардың Меккеден Мәдинаға қоныс аударуы негізінде қалыптасқан. Алла тағала баршаларымызға естіген білгендерімізге амал етуге нәсіп еткен болсын. Енді жалпы жана имам Абу Дауттың айтқан сөзін естідік қой бұл хадис жайында. Тағы да бұл хадистің маңызы жайында имам Ахмад және Шафиғи рахматуллахи васиа айтады екен. Ядхулу фи хадисин иннамал а'малу бинният сулусул илми ва сабабу залика анна касбал абди якуну биқалбихи ва лисанихи ва жаварихи. Қараңыздар, құрметті жамағат. Бұл осы екі ғалымның айтып тұрғаны, осы хадис бұл діннен ғылымның, илм дейді,
білімнің 3/3 дейді. Өйткені бұл жерде адам баласы құлшылық ғибадатын жасайды. Құлшылық ғибадатын жасағанда не керек адамға? Жүрек керек. Жүрегі бар, тілі бар дейді. Және оның сондай бір үлкен ықыласы мен ниеті бар. Жалпы алған кезде осы денесі, яғни тілі, жүрегі, тілі, денесі арқылы болатындықтан бұл діннің 3/3 бөлігі деп айтса да болады дейді. Алла тағала баршаларымызға естіген білгендерімізге амал етуге нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин. Раббана фағфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'атина ва таваффана мa'ал абрар. Я аса қамқор ерекше мейірімді болған Алла тағала, осы жасаған Яжатур Шаппаримыз дәрісімізде қате кемшілігі болса бір өзің рахметіңе, мейіріңе бөліп, я Раббана Карим, сенің Яжатур Шаппаримыз берекетіңе, жақсылығыңа бөленген жандардың қатарынан болуына бір өзің нәсіп етіп, жамағатымыздың я Раббана Карим сауатын арттырғайсың. Яжатур Шаппаримыз өзіңнен сұраған әрбір дұғамызды, тілегімізді қабыл қылғайсың. Аллаху акбар.